Жаңа бір іске жолығып күнмен десем күнге кетті. Бір кісінің малы салынып, енді ол 2-3 күнде барып жатыр ғой, Шинжаң ішінетегі малдар. Соны ол кісінікі енді әлгі біздікі мына Топсыраудан салынған мал енді жай барқаған ұқсайды. Соны бүйтеді немене. Ана Ерсаймен соғысқанша соған уақытың шығады екен, маған немене мал салмайсың деп жазып қойыпты да. Әлгі бірден күлем, бірден ашуым келем. Мен мына бір ауырған адамдарға 20 мыңнан берсем, о кезде ешкім айтпайды екен. Ой, енді андасында көп кісілер айтты енді. Онымен елдің чатағы жоқ екен. 20 мың сом ақша қандайлықпен, маған ақша керек емес па? Әзір мен саудамды үлкейту үшін 20 мың сомға қаншалық айландырам. Айырплан билетімді көтерсе қайда жатыр mesela? Сыймастықтан емес, қимастықтан беретін шығармыз. Соны бір айтып қоймайды екен да. Ана мен азырақ бір не қылсам, соны Ерсаймен соғысқанша деп. Бүйсеңіздер болмайды халқым. Әрбір, mesela мен заказ алам, малды осы істейтін пәлен адам бар, солар салады халқым. Кейде бір мал алай болып қалады, кейде көйдей тошпай қалса жүрмей қалады mesela. Мен ғой барынша ерте салайық деп сол заматында қалтырмай жанталасып, картек кеттім осы қанша уақыттан бері шынын айтсам. Соған мына бәрлік нәрсеге дұрыс баға беріңіздер халқым. Ешкім жаман адам болғысы келмейді. Ешкімнің жаман адам болғысы келмейді. Жағдай амалдың жоғынан адамды жаман қылады. Осы әлгі айтамыз ғой, жоқ жомарттың қолын байлап деп. Кімнің сөйтіп ауырған адамға, кедейлерге 100 мыңнан 200 мың сомнан бергісі жоқ. Қу жағдай. Болмағаннан кейін бере алмайтын шығар. Ал енді кейбіреуінде бар болса да, елденен бар. Өзім істетпеймін ба деп бермейді, сондай шығар халқым. Мына балық майым жаңаланды. Мына шетелдікі 85-ке 3 құты. Әкеш ана жүнгонікі балық майын. Жүнгонікі 55-ке 3 құты. Мына балық майының пайдасы өте зор. Балалар жесе де болады. Миыңыз бен көзіңізді қуаттайды, есту қабілетіңізді жоғарылатады. Мына намазжам қарғысы да қояды ғой әлгі. Бір ғуа көретін, енді көзәйнек тағуға дайындық келіп жүргендер. Көзіңізді тұра нұрдай пақыратып деді анау. Өнен кейін мына мен қолыма ұстап тұрған мына гайдем мен сіздерге бағасын айтпай тұрған гай десеңіз болды. Мен мыналарды сіздерге 85-ке 3 құты қалқым. Мына гай өте керемет, мыналар көрдіңіз ба? Гай кемшілдікте макшиап асатаяқ ұста қағандарды тік жүргізеді деген сөз ғой мынау. Ұқтыңыздар ма? Мо гай деген нәрсеге кем қарамаңыз, сәл қарамаңыз. Адамның гай кемшілдіктен не бір сіздегі мысалы көңілсіздік, чаш түскен, ұйықтай алмастық, мазасыздық, ашуланғыштық, осының бәрі келіп шығады. Гайыңыз кемшіл болса тез алжисыз, бір сөзбен айтқанда 85-ке 3 құты қалқым. Өден кейін мына чапанымда мен 4 реңк шығады, 199-дан. Бұл енді амал жоқ. Жүңбән көшеде де 350-400 аласыздар ғой. Ең ақырғы нәрсе мына әйелдердің қан толықтау жауһары. Және біреу бар ғой, мынаған ұқсайтын. Бұл деген өте пайдалы. Сіздің әдетіңізді келтіреді. Бір ма? Осы тоқтап қалған теңшеп бере ма? Осыған ұқсайтын бір үлгі.